Қазіргі таңда көп адамдарға сенім жоқ. Өзіңнен өзгеге сенім, өзіңнің құпияңды айтудың түкке қажеті жоқ. Осыдан 2 жыл бұрын менің тәжірибемде мынадай бір жағдай болды. Бірге оқитын курстастарымызбен енді біз кәдімгідей сырласатын болдық. Енді тұрмыстағы қыздардың әңгімесі бір бөлек, барлығымыз білеміз, тұрмыстағы емес қыздардың әңгімесі бір бөлек. Әртүрлі орта десек те болады. Сонда әртүрлі ортадан жиналған қыздар болды. Ашылып, әңгімемді айтып, бүткіл сырымды айтып, бүткіл барлығын теріп айтпасам да, осы жанұяма байланысты көп дүниелерді бөлісетін болдым. Олардың да бөлісіп жатқанына байланысты мен де енді өзімнің кезегімде дәл солай бөлісіп отырдым. Бірақ бұл кері әсерін берді. Жеке шекараны өтіп, жаңағындай кеңес бере бастады, қажет емес кеңестер. Енді былай қарап тұрсақ, көбінде өзіңіздің бір сырыңызды көп айтатын болсаңыз, көп кеңес сұрайтын болсаңыз, сондай бір сұралмаған кеңестер көп беріледі екен. Яғни сіз сұраған жоқсыз, бірақ сізге былай жасама, олай жасама, неге сен былай жасайсың, негізі сен дұрыс емес жасап жатсың дегендей өте көп сондай бір кеңестер келеді екен. Дәл осындай сәтте сіздерге айтатын кеңесім, енді менің түсінгенім бойынша, көбінде өзіңіздің сырыңызды, өзіңіздің жанұядағы сырыңызды, болмаса бір жеке мәселені ешқашан ортаға салудың қажеті жоқ. Яғни қарап тұрсаңыз, біреуге сеніп айтып жатырмын, біреумен бөлісіп жатырмын, енді танымайтын адам, шынын айтқанда араласа қоймайды дегендей оймен айтқанның өзінде сізге бір кері әсері тиеді екен бұл дүниенің. Сондықтан да сол бір жағдайдан ұғынғаным, ең әуелі өзіңіз ешқашан өзіңіздің сырыңызды ешкімге айтпаңыз, білдіртпеңіз, өзіңіз жайлы ақпаратты таратпаңыз. Дәл сондай уақытта сіз сыйлы боласыз, себебі сіз жартылай құпияда боласыз. Сіздің есіміңіз, сіз туралы ақпаратты білсе, сол жеткілікті. Парақшам пайдалы болса, тіркеліп достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.